Ал қыздар, сіздердің сұраныстарыңыз бойынша бүгін өзімнің нан шығарып жүрген закваскамды жасап көрсетемін. Ал сіздер менің видеомды жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп, лайк басып, сақтап алып, басқа достарыңыздың көруіне себепші болып жіберіңіздер. Закваскамызды негізі барлық жемістің түрінен алуға болады. Мінекей, ал менде осындай жүзімнің қоңыр қызыл түрі, қара және де ақ түрлері болмайды. Өзіме осы мейізден жасалған закваскалар қатты ұнайды, себебі тәтті және де мықты закваска болып шығады. Закваскамызды жасамастан бұрын сіздерде осындай таразы болу керек. Себебі үшін жемістерімізді, құйған суларымызды граммен, мөлшермен өлшеп қоюымыз керек. Сосын мынандай таза баклажка. Қазір біз закваскамызды осындай таза баклажкаға жасайтын боламыз. Ең алдымен мен қазір мынау мейізімді өлшеп алатын боламын. Сіздердің көздеріңізше осылайынан өлшеп, қазір тура алдарыңызда көрсетемін. 300 грамдай, мінекей ровно 300 грамдай мейіз аламыз. Оны жумаймыз, себебі жусақ сыртындағы бізге керекті витаминдеріміз, тірі бактерияларымыздың барлығы өліп қалатын болады. Мінекей почти 300 грамм болды. Көрініп тұр ғой сіздерге. Сосын мынау таза баклажкамызге осындай мына мейіздің барлығын салып шығатын боламыз. Мейіздің сыртын жумаймыз, достар, мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Сосын бұл суға закваскамыздың үстіне қайнамаған мұздай су құятын боламыз. Крандағы немесе фильтрден өткен су болсын, қайнаған су болмайды, тірі су болу керек. Закваскамен жасалған нанға да заквасканың өзіне де тірі су керек болады. Қайнаған су, өлген судан онша шықпайды. Мінекей қыздар, мен мұнда баклажкаға салып қойдым. Енді осыны таразымызға қойып, чайниктің көмегімен мұздай суымды құйып алатын боламын. Чайникте менде қайнамаған су, сіздерге алдын ала айтып жатырмын, чайнигінде қайнаған су деген әңгімелер болмас үшін. Мінекей чайниктің көмегімен су сыртқа шығып кетпес үшін осылай чайникті пайдаланып жатырмын. 500 грамдай осындай мұздай су құямыз үстіне. Мінекей ровно 506 грамдай асып кетті, ештен кетпейді. Енді осының аузын жауып, үйдегі қазір күн жылы ғой, жылы жерге қойып қойыңыздар. Қойғанда біз бұны 5 күнге немесе 7 күндей қойып қоямыз. Ашуы керек мынау. 7 күнге қойып қой екен деп қарамай жүруге болмайды, достар. Аузын ашпаймыз, және де 2-3 күн немесе күн ара қарап тұрсаңыздар болады. Егерде мұны әркімнің қолының жеңілдігіне қарай, кейбіреуінің қолы тез көтерілетін жеңіл болады. Мыналар 3 күнде ақ біздің ашытқымыз дайын болып кетеді кейбіреулеріндеші. Ал кейбіреулерінде әрқайсысы өз уақытысымен көтеріледі. Сол себепті күн ара осылайынан баклажкаларыңызды қарап тұрыңыздар дегім келіп тұр. Егерде баклажкаларыңыз прям тырсиып, былайынан аузына қарап көпіршіктеніп атылайын деп тұрса, сәл газын шығарып, осылай крышканы ашып, газын шығарып, босатып қойсаңыздар болады. Егер прям көпіршіктеніп, газ ашуға келмей, былайынан крышканың сыртынан ағып жататын болса, онда біздің дрожжевой суымыз закваска жасауға дайын деген сөз. Таза ыдысымызға сүзіп алып, суымызды құйып, закваскамызды жасай берсек болады, достар. Ал кейбіреулерінде егерде 3 күнде көтерілмесе, солай 5 күнге, 7 күнге қоямыз. Бізде мейіз негізі жай жүретін процесс болып табылады. Сол үшін де ұзақ 1 аптадай мерзімге қоятын боламыз. Ал 1 аптадан кейін қалай ары қарай не істейміз десеңіздер, мен сіздерге өзімнің YouTube каналыма саламын. 1 аптадан кейінгі келесі әрекеттерді, суды сүзіп алып, қанша қалай оны ашытуға тағы да қалайша уақытқа қоямыз, соларды YouTube арнама қоямын. Сіздер қазір менің профиліме өтіп, менің YouTube каналыма тіркеліп қойсаңыздар болады. Және де менімен бірге дәл бүгін дәл осы процесті жасап үйлеріңізге қойып қойсаңыздар болады. Егерде осындай закваскадан нан жасағыларыңыз келсе.